Қазір сағат 8 болды. Ұйқыдан тұрған кезімізде бутылкамен сүт ішеміз біз, иә? Изяня, Бүгін жексенбі күні балалар үйде. Демалыс күндері біз сағат 8, 9, 10-дарда тіпті тұрып жатамыз асықпай. Ал қалған күндері екі қызым садикке барады, сол үшін ертерек тұрамыз сағат 6-7-лерде. Демалыс күндері үйімізде жұмыртқа қуырылады таңертең. Себебі біреуі кашаны ұнатса, бірі ұнатпайды деген сияқты. Сол үшін барлығының сүйікті тамағын жасаймын. Бұл омлет жасап жатқаным, пияз, көріп тұрғандарыңыздай помидор, дәмдеуіш салып жібердім. Артынша жұмыртқаны қосып, араластырып жіберсеңіздер, енді өте дәмді омлет дайын болады. Бүгін жолдасым бір демалыс күні балдарды ойнатып, бір бойын сергітіп, күшті демалдырып қайтайын деп саябаққа алып бара жатыр. Президент саябағына келдік. Күшті салқын болып тұр. Әдемі. Қазір күшті жерді таңдап аламыз да, сол жерде отыратын боламыз. Қазір дастархан жайып. Представиться. Вау, не деген әдемілік. Балалар әбден ойнап, рахаттанып қалды ғой. Енді түскі асымызды ішіп алайық деп санады. Асылым, сен қайда бара жатырсың? Екі қазан қайнап жатыр. Мына жақта макарон қуырып жатсам, екінші бетінде пияз, ет, картошка. Бүгін кешкі асты да біліп тұрған шығарсыздар қандай тамақ екенін. Вот макарон деген тамақ. Екі түрлі вермишель қостым. Там әдемі шығады. Кешкі ас дайын, мінекей. Қараңыздар, қалай әдемі болып шыққан, прям аппетитно. Ас болсын бізге. Не болды батсыңа? Көзіңе не болды? Ой, жүрегіне қай. Вау! Шамалаңдар. Балдарды ұйықтаттым, ал қазір мен түнделетіп екі қызыма әдемілеп носки шұлықтардан бір обыр жасайын деп жатырмын. Ертең екеуінің садигінде де көңілді шұлықтар деген іс-шара өтеді екен. Ол жерде өздерінің жаңағы әртүрлі кейіпкер образда шұлықтарын көрсетіп, мода көрсетеді екен. Енді білмеймін мен қалай шығады екен, енді барынша өзімнің фантазиямды қосуға тырысам. Көрейік. Екеуіне бірдей ақ гольфи алдым. Және бұл жерде носкиді принцесса қыз сияқты етіп дайындаймыз. Шашына әртүрлі түсті етіп жасаймын. Тоқыма жіптерді пайдаланамын. Одан кейін көзіне түйме. Одан кейін бұны жұмыстың барлығын ыстық клеймен дайындайтын боламыз.
менің көңілді шұлықтарым дайын болды. Міне қараңыздар, көркем қызыма, мынау Аслым қызыма, білмеймін, өзіме ұнады, вроде нормально. Сіздерге қалай? Сол, біз ертеңге садикке дайынбыз енді. Уже сағат 2:30. Прям көзім ісіп тұр, ұйқым кеп тұр менің. Бүгінгі күн әжептәуір продуктивный болды деп айтсам болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Ал мен қазір жатып демалып ұйықтайын. Сау болыңыздар.